Сәлеметсіздер ме, құрметті достар. Бүгінгі роликте көптеген біздің құйып жүрген заправкаларымыздағы бензиндердің сапасын анықтайтын боламыз. Не үшін сапалы емес бензинді білуіңіз керектігі жөнінде айта кетейін. Егер сіз сапасыз бензинді құятын болсаңыз, скорее всего, машинаңыз бұзылуына, трайт етуіне, расходты көбеюіне алып келетін болады. Және де 92 мен 95-тің айырмашылығына не үшін ондай, неге ол 92, неге ол 95 дейтін нәрсеге жауап беретін болсам, 95 дегеніміз ол бензиннің құрамындағы октановый числа дейді, былайша айтқандашы. Оның құрамында 92, былайша айтқанда бір квадрат метріне мынанша деген сияқты өзінің есебі бар. Сол бір 92-де 92-сі бар. Ал ендеше Гелиос заправкасын тексеруге келдік. 95 мен 92-сінің октановый числосын анықтайтын боламыз. Гелиос 92, Гелиос 95. Ал ендеше біз тексеруді бастадық. Гелиостың 95-ін құйып тексеретін боламыз. Тексерім. Бұл бізде Гелиос заправканың 95 бензині. 96 көрсетіп тұр Гелиос 95-і. Қайтып мына жаққа төлеміз. Төккен кезде қайтадан 0 көрсетіп тұр. Енді келесі бензин. Гелиостың 92-сі. Гелиостың 92-сі. 92-сі 92 көрсетіп тұр. Ровно. 92. Төлеміз. Ендігі тексеретін заправкамыз Sinoil болады. Бұл жерден де 95 менен 92-сінің сапасын анықтайтын боламыз. Оң қолымдағы Sinoil 95, сол қолымдағы Sinoil 92. Sinoil 95. Sinoil'дің 95-і, таза 95 шығып тұр. 95. Келесі кезектегі бензин. Sinoil 92. 89. 89. 92. 89 шығып тұр. Мінекей. Видео ұнаса лайк басып тіркеліп қазақша арнаның дамуына атсалысып кетейік. Осы профильде тек 95-ті алып жатырмыз. Так, енді 92 аламыз. 92 аламыз. Біреуі 95-те тұр. Біреуі 92. Неге енді кезекпен құйып алдым. Екі түрлі бензиніміз. Оң қолымдағы 95, сол қолымдағы 92 бензин. Екеуі де Газпромдікі. Мен жақсы көрем осы заправканы. Газпром нефті 95 тексерейік ал. Не дейді екен? 96. 96. Газпромның 92-сін тексерейік достар.
Бұл Газпромның 92-сі. 84. Бағыздар жоқ. 88. Сосын, достар, видео барысында айта кететін жайтым, бұл деген сөз, мысалға мен дәл қазір бүгін тексерген бензиндердің барлығы да, ол бір аптадан кейін немесе бір айдан кейін дәл сол качествода бола береді деген сөз емес. Әр завозда әртүрлі качествода келуі мүмкін. Бірақ дегенмен де бұл по-любому сіз үшін, біз үшін бұл ақпарат ақпарат. Ол енді сіз болып, біз білмейміз ғой, қай уақытта качественный келеді, қай уақытта не качественный. Факт, что біз қазір тексерген кезде дәл осындай сападағы бензиндер шығады қазір. Видеоны көре беріңіздер арай, мен ортасынан қосып айтып кетудің жайында айттым. Кезекті заправка ол әрине Royal Petrol. 95 тұлпар дейді ол. Қазақ ойыл 95, қазақ ойыл 92. Қазақ ойыл 95-ші бензинін көрейік. Так. Не дейді? 96. Қазақ ойылың 95-і 96 шықты достар мұны. 96 шықты. Жақсы деңгей, жақсы результат. Так, сол қазақ ойылың 92-сін тексерейік ал. Қазақ ойылың 92-сі. Қазақ ойылың 92-сі. 88 шықты достар, 88. Келесі кезекте тексерілетін заправкамыз ол әрине Royal Petrol заправкасы. РБ заправка, 95 РБ заправка. Так, Royal Petrol өте танымал заправкаларымыз, тексерейік ал 95-ін. Royal Petrol 95. Ровно 95 көрсетіп тұр. Ровно 95 көрсетіп тұр. Royal Petrol 92. Royal Petrol 92. Ровно 92 көрсетіп тұр. Royal Petrol 92-сі. Ендігі кезек Royal заправкасына да келіп жетті. 95 мен 92-сінің сапасын анықтайтын боламыз достар. Oil заправкасының бензині. 95. Оң қолымдағы 92 Oil, сол қолымдағы 95 Oil. Oil 95-і қанша екен көрейік ал. Oil 95. 97. 97 көрсетіп тұр достар. 97. 97 Oil. Потолок сынсын. Пока что алдыға шығып тұрған Oil'дің 95-і. Oil'дің 92-сін көрейік. Oil 92. 89. Oil 92-сі 89.
Ал ендеше трассада көбінесе құятын заправкаларымыз Gaz Energy. Gaz Energy болады. Gaz Energy 95. Gaz Energy 95. Gaz Energy'nin 95'i 96 көрсетіп тұр. Gaz Energy'nin 92'si 88 көрсетіп тұр. Gaz Energy'nin 92'si 88 көрсетіп тұр. Қала бойынша 92-си ең арзан заправка Petrol Азияға келіп те жетті. Бағасы 189 теңгелік. Азия Petrol'дың 95'ін тексерейік. 96. 96. Так, енді Азия Petrol'дың 92'сін көрейік. Өзім осы жерде тұрған 92'лердің ең арзаны Алматы қаласы бойынша 189 теңгеден. Расында да качество не ма, әлде качествосы төмен бе көрейік. Құрамында октановый числосы аз ба, көп па көрейік. 87. 88. Екінші проверка, үшінші проверка уже таза проверка шықтыр да бұл жерде. 88. Қарап тұрсаң көбісі 88 бұл жерде ше. Мінекей достар, осымен. Так, қызық болсын достар. 95, 92 әр жерден құйып, әртүрлі заправкаларды араласып кеткеннен кейін бензиніміз қанша шығатынын көрейік кішкене. 0. Не дейді та? 70. Қараңыздар достар, әртүрлі заправкадан, әртүрлі жерден құйсаңыз, бактегі бензиндеріңіздің сапасы қаншаға түсіп кетеді? 83-ке түседі екен. 83 деген сол баяғы біздің, менің балалық шағымдағы құйып жүрген бензиндер ғой. 80 деген бензин болушы еді біздер. Әкем мотоциклға алатын еді соны. 80. Смешанный бензин 77. Әр кезде әрқалай көрсетіп жатыр. Өйткені бұлар араласуы не очень да бұлардың ше. Кәме шайқап берсе, тағы одан бетер өзгереді. 70 көрсетіп даже. Сондықтан үнемі бір заправкадан бір жерден құйыңыздар достар. Қараңыздаршы, әртүрлі болып кетті. 78, біздің 72 көрдіңіздер ма? Соңына дейін көріп тамашалағандарыңызға көп рахмет достар. Және де видео ұнап жатқан болса, видео пайдалы болған болса, лайк басып, комментарий жазып тіркеліп кетіңіздер. Және де достарыңызбен бөлісіңіздер. Олар да қай жерден құю керек, қай жердің бензин сапалы екендігі жөнінде біле жүрсін. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп, қазақи арнаның дамуына атсалысып кетіңіздер. Және де Алматы қаласы бойынша қай адрестегі, және де қай заправканы тексергенін қаласаңыздар, комментарийға міндетті түрде жазып қалдырыңыз, мен тексеретін боламын.